Ана құрсағындағы айтыс. Анасының ішінде екі бала жатып әңгімелесіп жатыр. Бірі, сен туылғаннан кейінгі өмірге сенесің бе дейді. Оған екіншісі, әлбетте сенемін. Туылғаннан кейінгі өмірдің бар екендігі айдан анық. Ал бұл өмір бізге тек келесі өмірге дайындық үшін ғана керек. Бос сөз, бұдан басқа ешқандай өмір жоқ. Өзің ойланып көрші, басқа өмірдің бар болуы мүмкін бе? Ал бар болса, ол өмір қалай? Қандай болмақ? Мен анық қанығын толық білмеймін, бірақ ол өмірде жарық болады, ауа болу керек. Біз ол жақта аузымызбен тамақтанамыз. Кетшей, не болса соны айтпай. Біздің кіндігіміз бар, сол кіндігіміз тамақтануымызға жетеді. Ол жақта біздің анамыз болады. Немене, сен анаға да сенесің бе? Неге сенбеймін? Әрине сенем. Кейде айнала тып-тыныш болған кезде мен оның бізді әлдилеп отырғанын естетін сияқтымын. Кейде ол біздің сыртымыздан сипап, аялайтын сезем. Кетшей, ол сонда қайда өмір сүреді? Анығын айта алмаймын, бірақ біздің айналамызда, сыртымызда болу керек. Ал сіз, құрметті оқырман, сенесіз бе? Сенсеңіз, ол өмірге қандай дайындықтар жасап жатырсыз?